Ыстайтын ауаның өзі ежелгі Грекияның ертегілерін сыбырлайтын сияқты. Демократияның негіздерінен бастап мифтерінің мәңгілік күшіне дейін бұл өркениет мыңжылдықтар өткеннен кейін де бізді таң қалдырып шабыттандыра береді. Біз оның ұлылығының жаңғырықтарын өнерімізде, сәулет өнерімізде және әдебиетімізде кездестіреміз. Бұл грек ойы мен мәдениетінің мәңгілік әсерінің дәлелі. Бұл эссе ежелгі Грекияның таңғажайып әлемін зерттеу үшін уақыт арқылы саяхатқа аттанады. Біз оның саяси құрылымдарына, мәдени жетістіктеріне және маңызды тарихи оқиғаларына терең үңілеміз. Бұл ежелгі өркениеттің құпияларын ашып, оның мәңгілік мұрасының түбірін ашу үшін бізге қосылыңыз. Алайда ежелгі Грекия біртұтас империя емес, әрқайсысының өзіндік ерекше мінезі мен жеке басы бар тәуелсіз қала мемлекеттердің жиынтығы болды. Бұл бөлшектенген саяси ландшафт бәсекелестік пен инновация рухын қалыптастырды, сайып келгенде грек мәдениетінің керемет гүлденуіне әкелді. Грек әлемін шынымен түсіну үшін біз алдымен оның жүрегіне, полиске саяхат жасауымыз керек. Жерорта теңізінің көгілдір сулары кедір-бұдыр жағалауды ақырын сипайтын жерді елестетіп көріңіз. Зәйтүн тоғайлары мен жүзімдіктермен безендірілген беткейлерімен аспанды биік таулар теседі. Бұл ежелгі Грекия география халқының тағдырын қалыптастыруда шешуші рөл атқарған жер. Еуропа, Азия және Африканың қиылысында орналасқан ежелгі Грекия ежелгі әлемде стратегиялық орынға ие болды. Оның таулы жер бедері ауыл шаруашылығы үшін қиын болғанымен, тәуелсіз қала мемлекеттердің дамуына ықпал етті. Тұрақты серіктес теңіз саудаға барлауға және мәдени алмасуға ықпал ететін өмірлік маңызды артерия болды. Бөлшектенген ландшафты және теңізге жақын орналасқан бұл ерекше географиялық орта, ерекше мәдениеттер мен жеке бастардың өсуіне ықпал етті. Ол әрбір полисте тәуелсіздік пен өзіне сенімділік рухын қалыптастырды, ежелгі грек қоғамының саяси және әлеуметтік құрылымын қалыптастырды. Сансыз аралдармен нүктелген Эгей теңізі грек теңізшілері мен саудагерлері үшін алыс жерлер мен мәдениеттерді байланыстыратын магистральға айналды. Бұл теңіз саяхаттары арқылы гректер жаңа идеялармен, тауарлармен және технологиялармен танысты, өз өркениеттерін байытып, болашақтағы үстемдіктерінің негізін қалады. Ежелгі грек өркениетінің жүрегінде тек географиялық нысанды ғана емес, сонымен қатар өмір салтын білдіретін қала мемлекет полис жатты. Полис үйлер мен ғибадатханалардың жиынтығынан да көп, ортақ жеке басты, тиесілік сезімін және ортақ игілікке деген адалдықты бейнеледі. Туыстық байланыстарымен және ортақ құндылықтармен байланысқан полис азаматтары оның саяси, әлеуметтік және діни өміріне белсенді қатысты. Олар тауарлармен, жаңалықтармен және идеялармен алмасу үшін агорада, қарбалас базарда жиналды. Олар ассамблеяда қызу пікірталас жүргізді, онда әрбір азамат басқару мәселелерінде дауыс беру құқығына ие болды. Полис қоғамдастық пен азаматтық парыз сезімін қалыптастырды, азаматтарына терең мақтаныш пен адалдық сезімін сіңірді. Грек демократиясы, философиясы және өнері осы ерекше саяси және әлеуметтік шеңберде гүлденді. Алайда, барлық полистер бірдей жасалмаған. Әрбір қала мемлекет өзіндік ерекше мінезін, институттарын және құндылықтарын дамытты. Ең көрнекті және қарама-қарсы екі мысал, Афины мен Спарта, ежелгі грек қоғамының әртүрлілігі мен күрделілігіне таңғажайып түсінік береді. Демократияның бесігі Афины және әскери күштің көрінісі, Спарта ежелгі грек полистеріне тән әртүрліліктің екі белгілі мысалы ретінде тұр. Екеуі де ортақ грек мұрасын бөліссе де, олардың әлеуметтік құрылымдары, саяси жүйелері және мәдени құндылықтары күрт ерекшеленді. Афины қарбалас портымен және жанды базарымен сауданы, демократияны және білімге ұмтылуды қабылдады. Зиялылық қызығушылығымен және көркемдік рухымен танымал оның азаматтары батыс философиясының, драматургиясының және сәулет өнерінің негізін қалады. Спарта керісінше жоғары милитаристік қоғамға айналды. Жас кезінен бастап спартандық азаматтар қатаң жаттығулар мен тәртіпке бағынды. Оларды қорқынышты жауынгерлерге айналдырды. Олардың өмірі парызға, мойынсынуға және әскери шеберлікке ұмтылуға негізделген. Бұл қарама-қарсы қала мемлекеттер, көбінесе келіспейтін болса да, бір монетаның екі жағын білдірді. Олардың бәсекелестігі кейде қақтығыстарға әкелсе де инновацияға түрткі болып,
грек өркениетінің тұтастай дамуына ықпал етті. Ежелгі Грекия мәдениет пен өнердің бұрын соңды болмаған гүлденуіне куә болды. Бұл бізді бүгінде шабыттандырып, баурап алатын мұра қалдырды. Акропольдің үстіндегі керемет ғибадатханалардан бастап, Софоклдың мәңгілік трагедияларына дейін грек суретшілері мен ойшылдары адам шығармашылығының шекараларын қайта анықтады. Адам пішініне және идеалдандырылған сұлулыққа баса назар аудара отырып, грек мүсіндері бұрын соңды болмаған реализм мен әсемдікке қол жеткізді. Дорикалық сәулет өнерінің шедеврі Парфенон, олардың инженерлік данышпандығы мен көркемдік көзқарасының дәлелі болып табылады. Грек әдебиеті поэзияда, прозада адам эмоциясының тереңдігін, моральды және адам жағдайының күрделілігін зерттеді. Гомер, Сапфо және Еврипид еңбектері ғасырлар өткеннен кейін де оқырмандармен үндеседі. Олардың махаббат, жоғалту және мағынаны іздеу тақырыптары бүгінде мыңжылдықтар бұрынғыдай өзекті. Беткейлерге ойылған театрлар адам жағдайын зерттейтін және сол кездегі әлеуметтік және саяси шындықты көрсететін трагедиялар мен комедиялардың қойылымдары үшін платформаға айналды. Зерттеу рухынан және шеберлікке деген құштарлықтан туындаған бұл мәдени жетістіктер ежелгі Грекияның батыс өркениетінің бесігі ретіндегі орнын нығайтты. Ежелгі гректер білімге деген тойымсыз шөлдеуге, оларды айналасындағы әлемге күмән келтіруге итермелейтін тоқтаусыз қызығушылыққа ие болды. Осы сұраныстардан батыс ойының бағытын мәңгілікке өзгертетін пән, даналыққа деген махаббат философиясы пайда болды. Сократ өзінің тоқтаусыз сұрақтарымен және өзін-өзі тексеруге баса назар аудара отырып, дәстүрлі даналыққа қарсы шықты және сыни ойлауды ынталандырды. Оның шәкірті Платон өзінің диалогтарында этика, метафизика және шындықтың табиғаты туралы терең сұрақтарды зерттеді. Платонның шәкірті Аристотель білім шекараларын одан әрі кеңейтіп, логика, этика, саясат және жаратылыстану ғылымдарын зерттеді. Оның бақылау мен талдауға жүйелі көзқарасы ғылыми әдістің негізін қалады. Полистің құнарлы топырағына себілген грек философиясының тұқымдары тамыр жайып гүлденді. Олардың бұтақтары ұрпақтар бойы ойшылдар мен ғалымдарға әсер ету үшін уақыт бойы созылды. Білімге ұмтылу, алынған даналыққа күмән келтіру және адам жағдайын зерттеу батыс интеллектуалды дәстүрінің белгісіне айналды. Ежелгі Грекия тарихы жеңіс пен трагедия жіптермен тоқылған гобелен, эпикалық шайқастардың, саяси төңкерістердің және керемет мәдени жетістіктердің әңгімесі. Парсы соғыстары 492 жылдан 449 жылға дейін гректердің ортақ жауға қарсы біріккенін көрді. Марафондағы аңызға айналған шайқасты қоса алғанда, бірқатар шешуші шайқастарда Парсы империясын тойтарды. Бұл жеңіс грек тәуелсіздігін қамтамасыз етті және Афина үшін алтын ғасырды бастады. Пелопоннес соғысы Бізәмеде 431 жылдан 404 жылға дейін Афина мен Спарта арасындағы бәсекелестік пен амбициядан туындаған қиратушы қақтығыс болды. Бұл грек әлемін әлсіретті және Македония жаулап алуына жол ашты. Ұлы Александрдың көтерілуі Бізәнім 356 жылдан 323 жылға дейін Парсы империясын жаулап алған, грек мәдениеті мен тілін кең аумаққа таратқан әйгілі әскери стратег пен көреген көшбасшы дәуірін белгіледі. Оның жаулап алулары мәдени алмасу мен бірігу кезеңі эллиндік дәуірді бастады. Рим жаулап алуы 146 жылы Рим Республикасының Грекияның байлығы мен мәдени беделіне тартылып, грек әлемін жаулап алып, оның көркемдік және интеллектуалдық жетістіктерін өздерінің гүлденген империясына сіңіргенін көрді. Даңқты жеңістермен де, қиратушы жеңілістермен де белгіленген бұл толқулы тарих ежелгі Грекияның тағдырын қалыптастырды. Батыс өркениетінің бағытын мәңгілікке өзгертетін мұра қалдырды. Ежелгі Грекияның жаңғырықтары батыс өркениетінде жаңғырып, оның әсері біздің әлеміміздің өзіндік құрылымына тоқылған. Демократияның негіздерінен бастап мифтерінің мәңгілік күшіне дейін, бұл ежелгі өркениеттің мұрасы біздің өмірімізді қалыптастыра береді. Ежелгі гректер бізге суретшілер, жазушылар және ойшылдар ұрпақтарына шабыт берген өнердің, әдебиеттің және философияның бай гобеленін мұра етті. Олардың демократия, гуманизм және шеберлікке ұмтылу идеалдары
біздің заманымызда да жаңғырып келеді. Біздің тіліміз грек шыққан сөздерге толы. Сәулет өнеріміз олардың ғибадатханаларының ұлылығын көрсетеді. Ал құқықтық жүйелеріміз олардың әділеттілік пен әділдік қағидаттарына негізделеді. Қазіргі заманда қайта жанданған Олимпиада ойындары грек спорттық идеалының мәңгілік күшінің дәлелі болып табылады. Уақыт тұңғиығына қарай отырып, ежелгі Грекияның даңқы жарқырайды. Оның жарығы ғасырлар өткен сайын сөнбейді. Эгей теңізінің жағасында пайда болған бұл өркениет әлемге мәңгілік із қалдырды. Батыс ойының, өнерінің және мәдениетінің бағытын қалыптастырды. Саяси күші әлсірегенімен, ежелгі Грекия рухы өмір сүрді. Оның мұрасы суретшілерінің, жазушыларының және философтарының еңбектерінде сақталды. Олардың идеялары желмен шашыраған тұқымдар сияқты, алыс жерлерде тамыр жайып, шығармашылық пен инновацияның жаңа түрлеріне айналды. Ежелгі Грекияның тарихы ең қуатты империялардың да құлайтынын еске салады. Бірақ идеялардың күші уақыттан асып түсе алады. Бұл мәңгілік адам рухының, біздің барлығымыздың бойымызда жатқан ұлылыққа деген қабілеттің дәлелі. Өз әлеміміздің күрделілігінде жүргенде, біз бұл ежелгі өркениеттің жетістіктерінен шабыт ала аламыз. Оның мұрасы бізді жарқын болашаққа бағыттайтын маяк.